Құрметті достар, мен қазір сіздерге жаңылтпаштарды әртүрлі эмоцияда айтып үйретемін. Ол не үшін қажет? Ол әсіресе ұялшақтау, ұяң балалардың ел алдында еркін сөйлеуіне, ашылуына көмектесетін жаттығу. Бұл балалардың басқа да қабілеттерін, өздерінің эмоцияларын айқын көрсетуге үйретеді. Ендеше жаңылтпашты үйде балалармен қайталап, балаларыңыздың ашылуына көмектесіңіздер. Бірінші, ренжіп айту. Қырбық қар құрғақ па, құрғақ қар құрғақ па? Қырбық қарда құрғақ, құрғақ қарда құрғақ. Екінші, қуанып. Сүт бетінде май бал қаймақ. Ол қай май бал қаймақ? Балдан тәтті май бал қаймақ. Үшінші, ашуланып, тістеніп айту керек. Ей, тайқарбай, малыңды май жусанға жай тайқарбай, май қарбайлар толып жатыр. Сенің айтып тұрғаның қай тайқарбай? Әдемі айтамыз. Қарағайсың, қарамайсың, қарамайыңды жаламаймын, қасыңа енді жоламаймын. Қазықтағы қаратайды шешейін бе, шешпейін бе? Қарағайлы қарамайды кесейін бе, кеспейін бе? Сыбырлап айтамыз. Шымдай шымшытырмыш, ол шымшытырмышты, мен шымшытырмыштамағанда кім шымшытырмыштайды? Енді алдыңыздағы 200 адамға даусыңызды жеткізіп сөйлеу үшін жаңғыртып айту керек. Ғалам ғажайыбын ғалым ашады, ғылым ғажайыбын ғалым ашады, ғалым ғылым үшін арып ашады. Енді ықпалды болу үшін кеуде дауысымен сөйлейміз. Әй, тайқарбай, малыңды май жусанға жай тайқарбай, май қарбайлар толып жатыр. Сенің айтып тұрғаның қай тайқарбай? Сондай-ақ мен балаларға әдейі сақауланып сөйлеуді де үйретемін, және басқа да эмоциялар бар. Егер қажет десеңіздер, маған сұрақ қойыңыздар, мен жауап беремін. Сол эмоцияда сіздерге айтып көрсетейін.